Бүгін анасы шаршап қалды. Айлин болса, анасын қуантқысы келді. Айлиннің ойына тамаша идея келді. Ол үйді таза алыстап, анасын қуантпақ болды. Ас дайындамақ болды, бірақ сүт төгіліп кетібін шашылып қалады. Кейде жақсы ниетпен бастаған істе оңай болмайды. Бірақ берілмеді. Анасы көріп, күліп жіберді. Кішкентай асханашым, бірге жасайық, деді. Екеуі бірге ас дайындайды. Анашымды қуантқан ең тәтті сыйлық. Бірге өткізген сәт ең үлкен бақыт. Анашым, жақсы көрем.